Саламатсыздар ма 7 сынып оқушылары, бүгін біз 2-ші тоқсанға арналған алгебра пәнінің 1-ші БЖБ тапсырмасын қарастыратын боламыз. Оқушылар, БЖБ тапсырмасының 2-ші нұсқасын қарастыратын боламыз. 1-ші тапсырмада графиктері өзара параллель болатын функцияларды тауып, жауабын түсіндіріңіз. Оқушылар, сызықты функцияның негізгі теңдеуін жазып алайық. Y тең kx қосылған b. Мұндағы k дегеніміз бұрышты коэффициент, ал b дегеніміз бос мүшесі, ал мұндағы x дегеніміз бұл аргументтің мәні, яғни функция берілетін болса, мынау аргументке байланысты мәні өзгеріп отырады. Енді оқушылар, мұнда мінекей асында y тең 0,5 x қосылған 8, мұнда да 1-2 бөлетін болсақ 0,5 болады. 0,5 x қосылған 8 берілген екен. Екі функция бірдей, яғни k-ларды бірдей, b-ларды бірдей. Егер екі функция беріліп, бұрышты коэффициенттері бірдей болатын болса, және соған қоса бос мүшесі бірдей болатын болса, демек бұл екі функция бір-бірімен беттеседі. Ал мұнда мінекей бұрышты коэффициенттері екі түрлі, және осы мұндағы бос мүшелерде екі түрлі екен. Енді оқушылар, бұл функциялармен берілген түзулер бір-бірімен қиылысады. Ал мұнда мінекей 5x қосылған 8, мұнда 10-ды 2 бөлеміз, 5 болады, 5x минус 2. Бос мүшелері екі түрлі, бұрышты коэффициенттері бірдей, демек осы функциялар бір-бірімен, яғни осы функциямен берілген түзулер бір-бірімен параллель болады екен. Демек, F нұсқасын таңдаймыз. Ал мұнда мінекей 105, 8-ден 3, демек бұл функциямен берілген түзулер бір-бірімен қиылысады. Енді оқушылар, жауабын түсіндіріңіз дейді. Жауабын түсіндіретін болсақ, жазбаша түрде түсіндіретін болсақ, мінекей екі функция беріліп, мұндағы k1 мен k2 тең болып, және бос мүшелері тең болмайтын болса, сызықтық функциямен берілген түзулер параллель болады деп осылай жазып қойсаңдар болады. Енді келесі екінші есепте y тең x квадрат функциясының графигін табыңыз дейді. Оқушылар, мінекей y тең x квадрат функциясының графигі бірінші сурет болады. Бұл бізде парабола. Ал мұнда мінекей екінші суретте y тең k бөлінген x функциясының графигі гипербола. Ал мұнда мінекей y тең x куб функциясының графигі. Бұл графикті біз кубтық парабола деп атаймыз. Екінші есепте бірінші нұсқаны таңдаймыз. Келесі үшінші есепте берілген функциялардың графиктерін тап дейді. Оқушылар, бірнеше функциялар берілген, және мұндағы суретте қарай отырып табуымыз керек. Оқушылар, ол үшін x-ің орнына 0-ді қою арқылы тапсақ болады. X-ің орнына 0 қойған кезде y тең болады минус 2 көбейтілген 0 қосылған 4, ол тең болады 4-ге. Яғни, мұнда 0 болып кетеді, 0-ге қосамыз 4-ті 4 болады. Мұнда x-ің орнына 0 қойған кезде y тең болады 3 көбейтілген 0, минус 3 тең болады минус 3-ге. Ал мұнда мінекей x-ің орнына 0-ді қоямыз, y тең болады 1 бүтін 3-тен 2 көбейтілген 0, қосылған 5, тең болады 5-ге. Мұнда да дәл сонда x-ің орнына 0 қойған кезде y тең болады минус 0 бүтін 175 көбейтілген 0, қосылған 3, тең болады 3-ге. Сонда оқушылар, мұнда мінекей 0-де 4, 0-де минус 3, 0-де 5, және 0-де 3 болды. Енді осы нүктелер табамыз. Мінекей асында 0-де 4, 0-ді қойған кезде 4-ке тең болған. Мінекей мұнау А болады. Б-сында 0-де минус 3, 0-де минус 3, мінекей мұнда жазамыз. Ал В-сында 0-де 5, 0-де мінекей мұнда 5, бұл бізде В екен. Ал Г-сында 0-де 3, мінекей соңғысын аламыз, бұл Г екен. Келесі оқушылар, 4-ші тапсырмасында теңдеулер жүйесінің графиктік тәсілмен шешіңдер. Мінекей оқушылар, бізге мынандай теңдеулер жүйесі берген, осы жүйені графиктік тәсілмен шешетін боламыз. Ол үшін оқушылар, берілген теңдеулер жүйесін функция түріне келтіреміз. Сонда y тең 8 азайтылған 3x деп аламыз. Y тең 8 деймізді, 3x-ті теңдіктің оң жағына қарама-қарсы таңбамен ауыстырамыз. Екіншісінде минус y тең болады 2-ге,
2х-ті минус 2х деп ауыстырып аламыз. Енді оқушылар осы жүйедегі y тең 8 минус 3х-ті сол күйі жазамыз. Ал мұндағы екінші функцияны мұнда минус y болғандықтан плюске айналдырамыз, ол үшін барлығын минус 1-ге көбейтеміз. Сонда y тең болады 2х минус 2-ге. Енді осы берілген функциялардың таблицасын құрып алайық. Мұнда мінеки кез келген екі санды алсаңдар болады оқушылар. 0, 2 деп алайық. Мұнда дәл сондай 0, 2 деп алайық. Сонда оқушылар, мұнда мінеки 0-ді қойған кезде 8 болады. Ал 2-ні қойған кезде 2 мен 3 көбейтіледі, минус 6 болады. 8-ді азайтамыз, 6-ны 2 болады. Мұнда екінші функцияға 0-ді қойған кезде минус 2 болады. Ал 2-ні қойған кезде 4 минус 2, 2 болады. Енді осы таблицаның мәндері мұнда координаталған жазықтыққа қойып алады. 0-де 8, оқушылар, 8 бізде. 0-де 8, 2-де 2, ал мұнда 0-де минус 2, 2-де 2. Енді осы нүктелерді қосайық. Мінеки 0-де 8, 2-де 2. Мына екі нүктені қосып, ары қарай өздеріңіз созып алсаңдар болады. Осы сызғыштың бойымен да. Енді 0-де минус 2, 2-де 2. Бұлай екеуін қосамыз да, және ары қарай созып алсаңдар болады. Сонда оқушылар, мінеки қиылысқан нүктесі 2-де 2 екен. Жауабы 2-де 2 болады. Енді оқушылар 5-ші тапсырмада, соңғы тапсырмасында табыңдар. Асында функцияның анықталу облысын табу керек, ал бысында функцияның мәндер облысын табу керек. Оқушылар, анықталу облысы дегеніміз x-ның қабылдай алатын мәндері. Яғни мұнда қандай да бір сан қойған кезде y 0-ге тең болмаса, демек ол бізде анықталу облысына жатады. Мұнда бөлшек болмағандықтан анықталу облысына x-ның орнына барлық сандарды алсақ болады. Яғни минус шексіздік пен плюс шексіздіктің аралығындағы кез келген санды ала аламыз. Оқушылар, мұнда бөлшек болғандықтан функцияны 0-ге айналдырмайтын сандарды алуымыз керек. 0-ге айналатын санды тауып алайық. Ең алдымен 2х минус 6 тең болады 0 деп аламыз да, 2х тең болады 6-ға, х тең болады 6 бөлінген 2-ге тең болады 3-ге. Сонда оқушылар, мұнда біз 3-ті қоятын болсақ, 2-ге 3-ті көбейтеміз, 6 болады. 6-тан 6-ны азайтамыз, 0 болады. 3-ті 0-ге бөлсек, яғни 3х-ті 0-ге бөлетін болсақ, функциямыз 0-ге айналып кетеді. 0-ге айналып кетеді де, демек біз x тең емес 3 деп аламыз. Осылай алсаңдар болады, немесе df тең болады минус шексіздіктен 3-ке дейінгі сан аралықтарына, және ол бірігеді 3-тен плюс шексіздікке дейінгі сан аралықтармен. Яғни оқушылар, мұнда біз 3-тен өзге сандардың барлығын анықталу облысына ала алады екенбіз. Енді мұнда мінеки x-ның орнына минус 5-ті қойып бір есептейміз. 5 көбейтілген минус 5 минус 3 бөлінген 2 тең болады минус 25 минус 8 минус 28 болады. Таңбалар бірдей қосылады, таңба сақталады. Тең болады минус 14-ке. Екінші x-ның орнына 3-ті қойып бір есептейміз. 5 көбейтілген 3 азайтылған 3 бөлінген 2 тең болады. 5 пен 3-ті көбейтеміз, 15, азайтамыз 3-ті 12 болады. 12 бөлеміз 2-ге тең болады 6-ға. Сонда y бізде минус 14-ге тең немесе одан үлкен, және 6-ға тең немесе кіші деп осылай аламыз. Мәндер облысы мінеки осы сан аралықтарында жатыр екен. Сонымен екінші нұсқаның 5 есебін толық талдап аяқтадық. Егер де қажет болса, каналымда бірінші нұсқасы бар, каналға кіріп қарасаңдар болады. Түсінбеген сұрақтарың болса, міндетті түрде комментарийға жазып сұраңдар. Сау болыңдар.